Армысыздар оқырмандар, өмірі әдемі әзіл, тәтті қалжыңмен өрнектелген сатирик, жазушы, этнограф ғалым Сейіт Кенжеахметұлына 85 жыл. Сейіт ағамыздың өз халқының мәдениеті мен этнографиясын танып, білгісі келетін оқырман қауымға арналған еңбектері жетерлік. Ендеше, жерлесіміздің туғанына 85 жыл толуына орай, назарларыңызға Сейіт қазынасынан 85 тыйым сөз виртуалды акциясын ұсынамыз. Гүлнар апай, кеше тапсырған жұмысыңызды бүгін істей берейін бе? Жоқ, асықпа. Сәрсенбінің сәтінен бастайық. Біз қазақ халқы өзі ырымға сенген халықпыз ғой. Міне, осы секілді түнде су алуға бармайды, түнде үй сыпырмайды, алақаның қышыса ақша ұстайсың, табаның қышыса жүгіресің, адам қиын бассаң ол жаға кенелесің тәрізді ырымдар мен дастархандағы тамақты баспа, кісі мініне күлме, малды теппе, суды сапырма, суға түкірме сынды ырым тыйым сөздермен ақ қазақ ұлын салмақты, қызын салиқалы етіп тәрбиелей білген.